Oradan жазған бұрынғы тарихшылардың бәрі мына нені басып алды дейді. Қазақ тарихында солай жазылған. Қазақстанды басып алды. Моңғолдар дейді. Моңғол емес олар. Содан кейін барып моңғолдар келіп батыс дәшті қыпшақты басып алды дейді. Ал бұлардың моңғол деп отырғаны шығыс түріктері. Шығыс түріктері бұлар кәдімгі қазір қазақтағы Керей, Найман, Жалайыр, Қоңырат, Күрлеуіт, Қоралас басқарулар. Сонда Бату хан Шыңғыс ханның кезінде алды, шығыс дәштіні қыпшақтар отырды мұнда. Ал енді Бату ханның кезінде батыс дәштін алды. Сол кезде Әл-Омари деген тарихшының жазғаны бар. Мысал болып кеткен. Билейді. Моңғолдар келіп жаулап алды дәшті қыпшақты. Біраз уақыт өткеннен кейін олар жер табиғатпен жер жеңіп, келген моңғолдардың бәрі қыпшақ болып кетті дейді. Ал онда келген моңғолдар қыпшақ болып кетті отырған жаңамен айтқан Керей, Найман, Жалайыр, Қоңырат және басқа рулар. Көбі үлкен рулардың арасында сіңісіп кеткен, жаңағы Қоралас, Күрлеуіт, Оймауыт деген сияқты рулар. Шын мәнісінде бұл түрік қағандығы ыдыраған кезде 9 ғасырда алдыменен оғыздар кетті ғой. Оғыз тайпалары кетті. Олар келіп Қазақстан жеріне Сырдарияның бойында орнады. Қыпшақтар 9-10 ғасырда Ертістің бойында келіп орнады. Сол біраздан кейін барып қыпшақтар басқа қарай жылжып оғыздарды Сырдариядан ығыстырып шығарды. Ол жөнінде эпоста да бәрінде де бар. Сол қыпшақ, түгел қыпшақ болды. Оғыздың кейбір рулары қазақта қалып қойды. Мысалы Аққойлы, Қарақойлы деген сияқты рулар бәрі сіңісіп кетеді ғой. Содан соң 10 ғасырда Еділден өтіп барып батысты алды. Сонда жаңағы бұлар моңғол деп отырғанның бәрі шығыс түрік рулар. Оны әңгімесі көп оның. Олардың айтуынша әуел баста түрік қағанаты болды. Бірақ түрік қағанатын моңғолдар жаулап, моңғол тектілер жаулап, олар түгел моңғол болып кетті дейді. Сосын 1-2 жыл өткеннен кейін қайтадан түрік болды дейді. Ешқандай қисыны жоқ нәрсе. Рашид ад-Дин тарихына бәрінен көрініп тұр. Бұл шығыс қағанаттан кейінгі қазір Моңғолияның жерін жайлаған рулардың барлығы түрік рулары болды. Шыңғыс хан түрік текті рудан шыққан. Енді оның бір әңгімесі көп, айта берсе вот это вот.
Sizinle konuşuldu kanun.